Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. 44. hadis. An Abi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه Muslim. Abu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet kılınat, çındığında Allah'tan elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты: Силер үйлеріңерді қабырстанға айландырып қойып оғыла. Шындығында шайтан Бақара сүресі оқылған үйден қашады. Имам Муслим риwayat қылған хадиске түшіндірме. Құран-ы Кәрімде тилават қылуда көптен көп жақсылықтар бар. Құран өте берекелі кітап. Құран-ы Кәрім жүректерді тыныштандырады. Үйде оқылып тұрылса, үйден шайтанды қуып жібереді. Өзгөче егер Бақара сүресі үйде оқылып тұрылса. Мұсылмандың үйінде дайыма Аллах ескеріліп тұрылсын. Үйін қабырға айландырып қойып olsun. Үйде Құран оқылып тұрылса, намаз оқылып тұрылса, бұл деген ошол үйдегілер тирүү дегені. Ошондуктан Құран жана Аллахты зикир кылуу бұл үйге тынчтык алып келет, жана жүрөктөрдүн тирилүүсүнө себеп болот. Хадистен алына турган пайдалар, хадистен алына турган биринчи пайда, үйлөрүңөрдү кабырстанга айландырып коюп огула, үйлөрүңөрдө нафил сүннөт намаздарды окуп тургула дегени. Құран оқып тұрғыла, антикені шайтан Бақара сүресі оқылған үйге кіре албайды екен. Хадистен алына тұрған екінші пайда, үйлерге да ибадаттардан бір насибі үйліш ажырату керек екен. Намаздан мақсат нафил намаздар, парыз намаздар болса, мешітке шығылып оқылуысы керек болады. Қайсы бір үйде Бақара сүресі оқылып тұрылса, шайтан алардан қашат, жана ошол үй бүлөнү азғырудан үмітсіз болады, жана ошол үй тынчтыкта болады. Хадистен алына тұрған үшінші пайда, жана нафил намаздарды үйде оқуға қызықтыруу бар. Жалпы нафил намаздар үйде оқылып тұрылса, бұл жақшы сүннеттерден болып саналат екен. Хадистен алына тұрған төртінші пайда, үйде намаз оқылбаса, Аллахтың зикири болбоса, ал үй таштанды үйге окшоп калат. Эми үйлөрдө кебирлер үйлөрүндө Құран оқый алышпаса, Құран оқығанды билишпесе, алар эми ютубка кирип Бақара сүрөсү деп жазышса, ошол сүрө чыгат, ошону коюп угуулары керек болот. Бул да окулганга кире берет. Билбейм дегендер күн сайын бир тамгадан үйрөнсө да, 3-4 айда же 5-6 айда Құран окуганды үйрөнүп алышат. Үйрөнсө болот. Телефонду чукуп анын баары нерсесине түшүнүп жатасыз, ошондуктан Құран окуп үйрөнүп алыңыз. Хадистен алына турган 5-чи пайда, Бақара сүрөсү деп айтылганы, хадисте бул сүрө өзгөчө фазилеттүү сүрө болуп, антикени бул сүрөдө көп өкүмдөр жана өткөн элдердин тарыхы жана Аллахтын ысым сыпаттары баяндалган, жана шайтан тууралуу да айтылган, жана аны адамзатка душман экени ачык түрдө кабар берилген. Дагы хадистен алына турган 6-чы пайда, Бақара сүрөсүнүн фазилетин улуулугуна хадис далалат кылат экен. Бул мына ушул сүрөнүн өтө улуу сүрө экендигини биз мына ушул хадистен билдик. Валлаху а'лам.